Сәлем, Жайхун каналының білім алуға құштар ықыласпентлері. Бүгін сіздерді Нил дариясы жағалауларына алып барып, Мысыр пирамидаларын көрсетуімізге. Не дейсіз? Себебі пирамидалар тек қана айымғы дәуірдің емес, ал бүгінгі күннің де ең караматлы естеліктерінен бірі болып табылады. Мысыр пирамидалары айымғы дүнияның ең ұлы архитектуралық естеліктерінен бірі болып, ол тек қана фиравалардың жерлеу орны емес, ал құдірет, діни сыйынулар һәм мәңгі өмірдің тымсалы сипатында. Бұл ұлы имаратлар еліде ілімпазлар, тарихшылар, сондай-ақ қызығушыларды өзіне тартпақта. Пирамидалардың тарихи, іліми һәм мәдени ахметі бізді Мысыр цивилизациясын және де тереңірек түсінуге шақырады. Бүгінгі видео арқылы болса біз Мысыр пирамидаларының қалай құрылғаны, олардың сырлы бөлімелері, сондай-ақ діни ахметі һәм заманауи зерттеулері хақында сөйлесеміз. Білім дариясына сүңгуге даяр болсаңыз, біз басладық. Пирамидалар айымғы Мысыр фараондары һәм ақ сүйектер үшін құрылған үлкен тас мақбара болып, олар тек арынан фараондардың жерлеу орны сипатында ғана емес, ал діни нышан да болған. Мысырлылар фараондарды құдай сипатында ұлылаған һәм олар өлгеннен кейін мәңгілік өмірге еріседі деп сенген. Сол үшін де пирамидалар фараондардың ол дүниясы үшін жүде ахметлі болған һәм сол себептен құрылған. Пирамидалар Мысырдың айымғы патшалық дәуірінде, тек арынан эрамызға шейінгі 2600-2100 жылдар аралығында құрылған. Әрбір пирамида фараон үшін мәңгі мақбара болып, оны ақыретке даярлауда қызмет еткен. Дәслепкі пирамидалар қадемлі формада құрылған болса, кейінірек геометриялық талептен жоғары дәрежеде жетілдірілген һәм атақлы төртмүйіш пирамидалар формасында құрылған. Ең айымғы пирамида Джосер пирамидасы болып, ол фараон Джосер 3-ші династия дәуірінде құрылған. Эрамызға шейінгі 2667-2648 жылдар аралығында құрылған. Пирамиданың жобасын әфсаналы архитектор һәм алым Имхотеп жаратқан. Бұл пирамида Мысырда тастан құрылған ең бірінші үлкен құрылыс болып, қадемлі пирамида деп аталады. Себебі ол 6 үлкен платформадан ібарат болған. Джосер пирамидасы пирамида құрылысы тарихында жаңа дәуірдің баслануы болып, онан кейін және де жетіліскен пирамидалар құрыла бастаған. Бұл дәуір дегені әйні Джосер пирамидасы мақбара архитектурасында бүткіл стильді белгілеп берді. Имхотептің архитектурадағы бұл жетіскенліктері оны Мысырдың келешектегі пирамида архитектурасы дәуірінің баслануына себепші болды. Мысыр халқы Имхотепті уақыт өтуіменен айрықша құдай дәрежесінде көтеріп ұлылаған. Һәм ол денсаулықты сақлау, ілім һәм архитектура қауындері сипатында атап өтілген. Сонда айтып өту керек, пирамидаларды құру ұсулары елге шейін сыр болып қалмақта. Себебі айымғы мысырлылар құрылысқа тиісті мағлұматларды толық жазып қалдырмаған. Ілімпаздар пирамидалардың қандай құрылғанына байланысты көптеген теорияларды алдыға қойған. Бірақ олардың барлығы елге шейін тартысылы мәселелердің бірі есептелінеді. Мысырлылар тас блокларды қалай көтергенін һәм қалайынша пирамидаларды анық геометриямен жайластырғанын анықтау қазірше тек шамалап айтылмақта. Пирамидаларды құру техникасы хақында ең атақлы теориялардың бірі тастарды жоғарыға көтеру үшін үлкен рампалар, яғни қия жоллар қолданылған деген шама болып табылады. Рампалар пирамида атрапында спираль формада құрылып, ауыр блоклар үстіне тартылған. Айрым ілімпаздар болса, рампалардың турыдан-туры пирамида жанына құрылғанын һәм тас блокларды ағаштан жасалған көшпелі платформалар жәрдемінде тартылғанын шамалайды. Басқа зерттеулерге бола архитекторлар блокларды су арқылы тартқан. Жақында Каир атрапында жайласқан Дахшур пирамидасында су өткеру системасы анықталды. Және бұл система құрылыс процесінде блокларды көшіру үшін қолданылған болуы мүмкін екенлігі шамаланбақта. Мысырдың ескі патшалығы дәуірінде пирамидалар құрылысы мемлекет жойбары болып, бұл жерде іслеу, минет қызметі формасында көріп шығылған. Жұмысшылар һәр жылда бірнеше ай дауамында азық ауқат һәм
киім-кеншекпенен тәминленген һәм олардың қатнасы ұсылайынша әмелге асырылған. Ал ұлым алғанда пирамидалар кім тарапынан ашылған? Пирамидалар бірінші рет айемгі заманларда тонаушылар тарапынан ашылған болса да, заманауи ilmiy зерттеулер 19 ғасырда басланған. 1818 жылда италиялы археолог һәм зерттеуші Джованни Бельцони Гиза пирамидаларынан біріншісін ашып оған кірді. Бельцони өзінен кейінгі археологларға айемгі Мысырды ilmiy тараптан үйрену үшін үлкен жол ашып берді. Бельцони бірінші болып Хуфу пирамидасының ішкі структураларын зерттеп, онда табылған көптеген бақалы бұйымларды жинап алған. Оның жаңа ашылулары Мысыр пирамидаларымен байланыслы көптеген сырларды ашуда жәрдем берді һәм Европада мысрология пәні рауажлануына үлес қосты. Табиғи рәвіште Наполеон Бонапарт та пирамидалар тарихымен байланыслы ахметлі шахси есептелінеді. 1798 жылда Наполеон Мысырға әскери жүріс қылғанда оның әскерлері Гиза пирамидаларына жетіп келді. Аңызларға бола, Наполеон Хуфу пирамидасында бір түн қонған һәм түн хақында ешкімге айтпаған. Бірақ бұл тарихи уақияның хақиқаттан да болған хақында тарихи дәлелдер жоқ. Бүгінгі күнде Хуфу пирамидасының ішінде елі де сырлы бөлмелер табылмақта. Және бұл Мысырдың айемгі архитектурасын түсінуде жаңа ашылулар үшін имканиятлар жаратпақта. Сондай-ақ Наполеонның Мысырға жүрісі ilmiy зерттеулер менен де танылған. Наполеонның экспедициясы шеңберінде Мысырдың айемгі естеліктері, атап айтқанда, пирамидалар дәстүрлі рет кең көлемлі ilmiy зерттеулер объекті болды. Бұл зерттеулер нәтижесі сипатында Description del Египте атлы шығарма басып шығарылды. Бұл болса, Мысырдың айемгі мирасларын түсінуде ахметлі қадем болды. Рим императоры Юлий Цезарь да өзінің әскери жүріслері дауамында Мысырда болған, бірақ оның пирамидаларға келгеніне байланыслы анық дәлелдер жоқ. Рим империясы Мысырменен байланыстарын бекемлеген, және бұл байланыстар атап айтқанда Клеопатра 7 менен байланыслы болған. Клеопатра һәм Цезарь ауқамы Рим һәм Мысыр арасындағы мәдени алмасуды күшейткен һәм пирамидалар хақында римлілер арасында мағлұматлардың тарқалуына алып келген. Айемгі Мысыр пирамидалар елге шекем көплеген сырларды жасырып келмекте. Мысалы, Гиза пирамидалары жасырын ханалар һәм жолларға толы. Және бұл пирамидалар өз сырларын елге шекем толық ашқаны жоқ. Ілімпазлар болса елі һәм жұмбақларды шеше алмай жатыр. 1922 жылда Говард Картер фараон Тутанхамонның қабірі табылғанын жариялап, дүниеға үлкен жаңалық айтқан еді. Тутанхамон пирамидада жерленбеген болса да, пирамидаларда басқа патшалардың сырлы бөлмелері бар екенлігі шамаланған. Пирамидалар мың жылдардан берлі тұрыпты, бірақ біз олардың ішкі структурасы хақында жүдә аз мағлұматқа иеміз. Айрым ілімпазлар пирамидалар хатте қоймахана ретінде құрылған деген ғайры табиғи теорияларды да алдыға сүрген. Археологлар болса өз кезегінде пирамидаларды абайлап үйренеді. Себебі олардың мирасына зиян шеккеру қауіплі есептелінеді. Бүгінгі лазерлі технологиялар һәм үш өлшемлі модельдер арқылы пирамидалардың ішкі бөліклерін диққатпенен үйрену жұмыслары алып барылмақта. Мысыр үкіметі бұл жаңа ашылуларды туризм үшін өте пайдалы деп есептейді. Мысыр пирамидалары, атап айтқанда, Хуфу пирамидасы ішінде елде ашылмаған бөлмелер болуы мүмкін. Ілімпазлар заманауи сканерлеу технологиялары һәм роботлар жәрдемінде пирамидаларды зерттеуді дауам етпекте. Мумия айемгі Мысырда өлген адам денесінің мәңгі сақлану үшін арнаулы ісленген өлі дене есептелінеді. Мысырда мумиялау процесі жүді ахметлі діни дәстүр болып, ол фараонлардың өлгеннен кейін рухы тыныш болуын тәминлеу үшін ісленген. Мысыр қадіриятларына бола мумияланған өлі рухтың қайта тікленуіне қызмет еткен. Мумиялар пирамидаларда жерленген, себебі айни болмакан фараонлардың мәңгі өмірін һәм күшін қорғаушы белгі есептелінген. Пирамида тек қана фараонлардың өлігін сақлау үшін құрылмаған, бәлкі олардың байлықлары, діни бұйымлары һәм ол дүнияға сапарын аңсатластыру үшін арналған. Демек пирамида тек қана имарат емес, бәлкі бүткіл процесс һәм сыйыну үшін арналған
ахметлі орын болған. Дүниядағы ең атақлы пирамида бұл Хуфу пирамидасы болып, ол эрамызға шекемгі 2580-2560 жылларда хүкім сүрген фараон Хуфу үшін құрылған. Бұл пирамида 146,6 метр биіктікте болып, айемгі дүнияның 7 караматынан бірі болып есептелінеді. Гиза комплексі 3 үлкен пирамиданы өз ішіне алады. Хуфу, Хафра һәм Менкаура пирамидалары. Хуфу пирамидасы 2,3 миллион тас блоктан шөлкемлескен болып, әрбір блоктың орташа салмағы 2,5 тоннаға тең. Бұл пирамида 4000 жыл дауымында инсаният тарихындағы ең биік имарат болып қалған һәм ол елі де көптеген зерттеулердің тикарғы объекті есептелінеді. Хуфу пирамидасы айемгі дүнияның 7 караматынан бірі болып, әзіргі күнге шейін сақланып қалған бірден-бір карамат есептелінеді. Бұл үлкен құрылысты жарату тек қана айемгі дүнияның архитектуралық һәм инженерлік жетіскенлігін ғана емес, бәлкім инсанияттың күш-құдіретін көрсетіп береді. Ол елі де толық үйренілмеген сырлы дүзіліске ие болып, көптеген ilmi зерттеулерге себеп болмақта. Атап айтқанда, Гиза пирамидалары бүткіл дүние ілімпазлар үшін құрамалы жұмбақ болып қалмақта. Оны шешуге онлаған жылдар дауымында архитекторлар, археологлар һәм тарихшылар харекет еткен. Сонда айту керек, соңғы 5-7 жыл ішінде 1000 жыллықлар дауымында ісленбеген жаңа ашылулар болды. Нәтижеде біз бұл дүния караматлары қандай құрылғаны хақында біліп алмақтамыз. Мысыр пирамидалары шамамен 4,5 жыл дауамында бек кем тұрып, саяхатшыларды, бәлкім ілімпазларды да хайран қалдырмақта. Бұл үлкен имаратлар дөңгелек һәм ауыр тасларды көтеру үшін арналған механикалық құрылмалар, мысалы, блок ойлап табылудан бір қанша алдынырақ құрылған. Мысыр пирамидалары құрушыларының темірден ісленген аспаптары да жоқ еді. Соның үшін құрушыларға тасларды анық өлшем һәм формаға келтіру аңсат болмаған. Бірақ пирамида құрушылары дерлік жетіліскен геометриялық сыртқы көріністерге ие болған һәм жердің тәреплеріне анық бағдарланған әжайып дүретпелерді жарата алды. Ең үлкен Мысыр пирамидасы, Хуфу пирамидасы, яғни ұлы пирамида, инсаният цивилизациясы тарихында өз орнын сақлап қалған бірден-бір айемгі дүние караматы есептелінеді. Оның биіктігі 146 метр болып, бұл заманауи 50 қабатлы имаратқа тең. Бүгінгі күнде 21 ғасыр техникасымен өскенеленген архитектор һәм құрушылар сондай бір зат құра ала ма, елі белгісіз. Хуфу пирамидасы құрылысы шамамен 20 жыл дауам еткен һәм эрамызға шекемгі 2540 жылда жұмақланған. Оның архитекторы фараон Хуфудың министрі һәм жиені деп шамаланған Химеон болған. Пирамиданың тикарғы өлшемі 230 метр, қазіргі биіктігі болса 138,75 метрді құрайды. Тас блоклардың орташа салмағы 2,5 тоннаға тең. Бұл параметрлер хами уақыт ілімпазларда көптеген сұрауларды пайда еткен. Мысырлылар бұндай үлкен құрылыс материалларын қай жерден тапқан һәм қалайынша сахра бойлап тасыған. Бұл үлкен гербішлерді жоғарыға қалай көтерген? Көптеген шамалаулар болған, бірақ сенімлі дәлелдер енді пайда болмақта. Ұзақ уақыт дауымында пирамидалар құрылысы хақындағы бірден-бір дерек айемгі грек тарихшысы Геродоттың өретпелері болған. Ол эрамызға шекемгі 450 жыл атрапында Мысырды зиярат еткен һәм мысырлық руханилер һәм грек көшпелілерінің аузынан естігенлерін суретлеп беруге харекет еткен. Геродот мысырлылардың тілін білмеген һәм ділмашлар арқылы байланыс орнатқан. Атап айтқанда, Геродот сондай жазады. Хуфу барлық мысырлыларды өзіне ислеуге мәжбүр етті. Базылар араб тауларынан алып келінген үлкен тасларды Нилға алып барды. Ол жерден болса тасларды кемелерде алып өтті. Тасларды 1000 адамнан ібарат топарлар 3 ай дауымында көтеріп, Ливия тауларына алып барды. 10 жыл дауымында халық тасларды алып бару үшін жол құруменен шұғылланды. Бұл жолды құру пирамиданың өзін құрудан кем іс болмады. Пирамида құрылысы болса 20 жыл дауам етті. Пирамида текше тәрізді формада құрылған. Таслар текшелерге жайғастырылып, арнаулы құрылмалар жәрдемінде көтерілген еді. Бұл әлбетте қызықлы мағлұмат, бірақ бұл мағлұматларды
Геродот уақиядан 2000 жыл өтіп жазған еді. Бұл дегені заманауи ілімбазлар үшін сенімні дәлелдер керек еді һәм 21 ғасыр ілімбазлары тынымсыз өткерген зерттеулер нәтижесінде төмендегі мағлұматларды жариялады. Экспедициялар дауымында Мысыр пирамидаларының құрылыс жолы анықталмақта. Яғни, мәлім болуынша пирамидалардың ішкі камераларындағы гранит Асуаннан, яғни Гизадан 859 километр құбылада жайласқан каннен алынған. Хактас болса Турадан, яғни 12 километр аралықта жайласқан аймақтан келтірілген. Хош, олар қалай тасылған? 2014 жылда голландиялы физиклер құрғақлықта тасларды қалай тасығанын тәжірибе жолы менен зерттеуге кірісті. Яғни, бұл транспорт ұсылы 12-ші династия дәуіріне тиесілі Дейл Эльберш некропольдің фрескаларында сәулелендірілген. Онда 172 адам Намарх Чехутехутептің хайкелін арбада тартып атырғаны һәм бір адамның алдында жүріп топыраққа су құйып атырғаны сәулелендірілген. Солай етіп, голландиялы ілімпазлар арбаны қайта құрды һәм оны ызғар құм менен құрғақ құмның үстіндегі тарту арасындағы парқты өлшеп шықты. Ал нәтижеде болса, ызғар құмда арбаны тарту 2 есеге жеңіл екені мәлім болды. Соның ұшында жолды ызғарлау арқалы мысырлылар ауыр жүклерді тасуды аңсатластырған. Солай етіп, айемгі фреска ахметлі жұмбақты шешуде тикарға кілт болды. Және бір ахметлі дәлел мысыролог Марк Лехнер тарапынан табылған. Қазылаулар уақытында ол пирамида хақында айемгі портты тапты һәм құрылыс уақытында Нилдің сулары пирамидаларға жүді жақын жайласқанын тасдиқлады. Бұл болса тасларды кемелерде тасуға мүмкіншілік бергенін көрсетеді. Бірақ ең үлкен жаңа ашылу 2013 жылда француз археологы Берталле тарапынан Вади Аль-Джарф портында табылған айемгі папирус еді. Бұл құжет Мерер атлы хамелдар тарапынан жазылған болып, ол Хуфу пирамидасының құрылысы дауымында материалларды Гиза аймағына тасуды шөлкемлестіру үшін жауапкер болған. Бұл папируста Мерер өзінің 40 адамлық жұмысшы топарменен Нил суларын пирамидалар тарапке ағызу үшін бөгетлерді ашу процесін толық баянлаған. Папирус қазірге шекем табылған ең айемгі құжет болып, онда пирамида құрылысы менен байланыслы мағлұматлар берілген. 2018 жылда археологлар Мысырдың арқа сахнасындағы Хатнуб карьерінен айемгі рампалар системасын тапты. Бұл рампа системасы 4500 жыл айемгі дәуірге тиесілі болып, рампаның екі жанында текшелер һәм жерде көплеген тесіктер бар еді. Ілімпазлардың пікіріне бола, жұмысшылар ауыр жүклерді ағаштың тұтқышына оралған жіплер жәрдемінде рампаның қияларынан тартып шыққан. Бұл технология әтімал Хуфу пирамидасы құрылысы уақытында тасларды жоғарға көтеруге жәрдем берген. Бұл ахметлі жаңа ашылуды Франция шығыс археология институты һәм Ливерпуль университетінің іліми топары әмелге асырды. Егер кімдір еледе Мысыр пирамидалары инсан қолыменен жаратылмаған деп ойласа, яки болмаса оны өзге планеталылар жаратқан деп сенетұғын болса, ілімпазлардың пікірлері бұны бүткілдей бекарлайды. Мысыр айемгі естеліктер зерттеу институтының зерттеу нәтижелері соны көрсетеді. Хуфу пирамидалары жетіліскен геометриялық формаға ие емес, яғни құрылыстың дәслепкі басқышында пирамида тикарға жетіріскен квадрат формаға ие болмаған. Бұл болса оның тәреплерінің ұзынлығының парқлануына алып келген, яғни батыс тәреп арқа тәрепке қарағанда 14 см ұзынлау болған. Сондай-ақ айемгі Мысыр пирамидалары дәслеп ақтаспенен қапланған еді. Жаңа зерттеулер бұл қатламлар пирамидаларды аппақ етіп көрсеткен һәм олар ақ реңде болғанын көрсетпекте. Пирамидалар формасы айемгі мысырлылардың табиатқа, яғни құяш шығуы һәм батуына байланыслы сыйынуларына тикарланған. Айемгі мысырлылар пирамида формасын тұрмыс терегі деп білген һәм бұл форманы әміратларды құрып атырғанда көрсетуге харекет еткен. Сол себеплі пирамидаларды құру һәм оларды хукымдарларды жерлеу жаңа тұрмыстың баслану белгісі болған. Атап айтқанда, Құдай Осиристе айемгі мысырлыларда тірілу һәм ғасылдарлықтың Құдай сипатында атап өтілген һәм пирамида формасы тіккелей
ол менен байланыслы болған. Жоғарыда айтып өткенімізде har bir пирамида сырттан ақ хәкпенен оралған, һәм оның тазалығын һәм жарқынлығын көрсеткен. Пирамидаларды құру үшін жұмысшылар бүткіл Мысыр бойлап жиналған һәм олардың базылары уақытынша жұмысшылар болған. Har bir бригада 2000 жұмысшыдан шөлкемлескен һәм олар өз нәубетінде кіші топарларға бөлінген. Сонда айту керек, айемгі Мысыр пирамидалары Мысырдың мәдени мираслары, бәлкім дүния бойынша ең атақлы археологиялық естеліктерінен бірі есептелінеді. Бүгінгі күнде Мысырда пирамидалар туризм, ілім һәм милли өзлікті аңлатушы ахметлі факторлардан бір болып қалмақта. Бір іспатында қаралмақта. Пирамидалар бұл мемлекеттің тек арғы туристик терек болып, Мысыр экономикасына үлкен пайда келтіреді. Har жылы миллионлап саяхатшылар Гиза платосындағы ұлы пирамиданы һәм басқа да айемгі естеліктерді көру үшін келеді. Сол себеплі Мысыр үкіметі пирамидаларды сақлау, оңлау һәм оларды туризм тарауында және де нәтижелі іслетуге үлкен ітібар қаратпақта. Соңғы жылдарда Мысыр үкіметі туризмді рауажландыру һәм айемгі естеліктерді сақлау мақсатында үлкен жойбарларды әмелге асырмақта. Мысыр мәдени мирас министрлігі археологиялық жаңашылуларды кең ғалабаға көрсету, пирамидаларды һәм басқа естеліктерді заманауи технологиялар жәрдемінде үйрену үшін халықаралық жойбарлар менен шеркілік етпекте. Сондай-ақ, үкімет халықаралық ілми институтлар менен біргелікте айемгі орынларда археологиялық қазу жұмысларын әмелге асырып, жаңа табылмаларды ашып бермекте. Мысыр үкіметі археологиялық табылмаларды халықаралық жәмиетшілікке ашық көрсету, жаңа музейлер ашу һәм әмелдегі естеліктерді сақлау жұмысларын қолдап қуатламақта. Мысырда Ұлы Мысыр музейінің ашылуы бұл естеліктерді асырау һәм саяхатшыларға айемгі Мысыр тарихы менен таныстыруға болған тасудың анық мысалы болып табылады. Бұл музей дүниядағы ең үлкен археологиялық музейлерден бірі болып, онда мыңлаған айемгі экспонатлар, атап айтқанда пирамидада табылған затларда көрсетіледі. Бүгінгі күнде Мысыр үкіметі һәм халқының пирамидаларға болған мөнәсібеті айемгі мираслардың сақлануы және оны келешек әулетларға жеткеруге қаратылған. Сондай-ақ Мысыр үкіметі пирамидаларды сақлау, ілми зерттеулер өткізу һәмде халықаралық шеріктіліктер арқылы бұл мәдени мирасларды және де рауажландыруға айрықша ітібар қаратпақта. Заманауи технологиялар һәм археологиялық зерттеулер айемгі сырларды ашуда ахметлі рөл ойнап, Мысырдың айемгі тарихын үйренуде жаңа имканиятларды бермекте. Құласы сондай гәплер, достар. Бұл жай жойбар еді. Келесі саналарда көріскенше, хош, саламат болың.